Балалар, енді бір санның көбейту кестесін үйренетін боламыз. Кеттік ендеше. Не істейтін едік балалар? Яғни бір кез келген санның көбейту кестесін білу үшін ең алдымен ережені біліп алуымыз керек. Қандай ережеміз бар еді? Ережені жаттаған оқушы шатаспайды да, ұмытпайды да. Ендеше бір санның көбейту кестесіндегі ережемен танысып өтейік. Балалар, кез келген сан мен бірдің көбейтіндісі сол санның өзіне тең болады екен. Қайталап айтам. Кез келген сан мен бірдің көбейтіндісі сол санның өзіне тең болады екен. Кәне ендеше көз жеткізейік. Қараңыздар балалар, бірді бірге көбейтсем, неше болады? Бір болады екен. Ол деген сөз қандай еді? Яғни кез келген санды бірге көбейтсек, сол санның өзі шығады. Ендеше екіні бірге, яғни сол санның өзі шығып тұр. 2, 3-ті бірге көбейтсек қанша? 3, яғни сол санның өзі шығып жатыр. Келесі 4-ті бірге көбейтсек 4, 5-ті бірге көбейтсек 5, 6-ны бірге көбейтсек 6, 7-ні бірге көбейтсек 7, 8-ді бірге көбейтсек 8, 9-ды бірге көбейтсек 9, 10-ды бірге көбейтсек қанша екен балалар? 10 екен. Яғни кез келген санды бірге көбейтсек, сол санның өзі шығады екен. Оңай ма екен ереже? Түсініп алдық па? Жарайсыңдар. Тамаша балалар. Сендердің осылай түсініп отқандарың мені қуантып отыр. Енді балалар, әдеттегіше өзімізді мнемотехникалық кестемізді толтырайық. Қане келісіп алайықшы балалар. Мен айтамын, сендер жауаптарын айтыңдар. Болады ма? Келістік ендеше. Да, бір көбейту бір. Қанша? Бір. Яғни сол санның өзі шығады. Енді екіншісін сендер айтасыңдар. 2-ні бірге көбейтсек қанша шығады балалар? 2. Жарайсыңдар. 3-ті бірге көбейтсек 3. 4-ті бірге көбейтсек 4. 5-ті бірге көбейтсек 5. 6-ны бірге көбейтсек 6. 7-ні бірге көбейтсек 7. Қайталап отырсыңдар ма балалар? Қане, мен айтамын, жауабын сендер айтыңдар. 8-ді бірге көбейтсек 8. 9-ды бірге көбейтсек 9. 10-ды бірге көбейтсек 10 екен. Тамаша балалар. Тіпті біз мнемотехникалық кестемізде толтырып үлгердік. Енді тағы да бір еске салатын бір ереже бар. Балалар, жүздіктерде, мыңдықтарда, 10 мыңды да, миллионды да бірге көбейтсе, сол санның өзі шығады. Жаттап алдық па? Жарайсыңдар. Енді біз балалар мандала әдісі бойынша бізде үкінің суреті берілген, және де үкінің суретінің ішінде бізде көбейту кестесінің сандық өрнектері берілген. Ал төменгі бөлігінде қарап тұрсаңдар, түрлі түсті қарындаштар, яғни сол түрлі түсті қарындаштарда көбейту кестесінің мәндері жазылған. Сол мәндерді бір-біріне сәйкестендіруіміз керек, яғни табуымыз керек. Қараңыздар, мәселен, 1-ді 0-ға көбейтсе қанша еді? Кәне, экранда көрсетіліп тұр. Қанша? 0, балалар. Енді қараңыздар, бұл 0 деген бізде 0 деген сан, яғни мәні болатын көк түспен боялу қажет екен. Ендеше экранға басып көрейік кәне. 1 көбейту 0. Охо, көк түске боялады екен. Көрдіңдер ме? Келесі, 1 көбейту 0. Көк түске боялады екен, кәне. Міне балалар, осылай біз порталда дәл осылай өздеріңіз осылай бояп шығасыздар. Мәндерін дұрыс тапсаңыздар балалар, не істейді? Үкінің, яғни сол бөлігі боялатын болады. Ендеше қараңыздар, 4 және 7, яғни көбейтудің мәндерін табайық. 1 көбейту 7 қаншаға тең? 7-ге тең. Охо, сары түске боялады екен балалар. Келесі, 1 көбейту, яғни 4 деген мән табуымыз керек. Ол қанша болатын еді? 1 көбейту 4.
О, сары түске боялды. Жарайсыңдар. Дұрыс таптық. Келесі. Охо, енді балалар тағы біреуін көрсетіп жіберейін. Қалғанын сендер үйде өздерің жасаңдар. Жарайды ма? 1 және де 8 қоңыр түс бар екен, Кәне табайық. Неше жердегі санымыз 1-ге тең болады, мәні. Табайық. 1 көбейту 1, дұрыс айтасың. 8, мәні қандай болады? 1 көбейту 8. Міне балалар, дәл осындай сіздер үйде осы мандала әдісіндегі боямақты үйде отырып бояп келетін боламыз. Келістік пе? Жарайсыңдар. Балалар, сонымен сендер бүгін бір санның көбейту кестесін жаттап алдыңдар.